Зерттеулерді қарасақ, ораза ағзаға жағымды әсер етеді. Рамазан айында адамдар бірінші кезекте рухани тазаруға мән береді. Бұған ашығу ғана емес, адамның өзін белгілі бір әдеттерден шектеуі де адамға ықпалын еткізеді. Мысалы, бұрын тойғанша ішіп-жеп, көкөніс ас тұтуы мүмкін, ал оразада құндылықтарға көз жүгіртіп, тойып тамақтануды қояды. Рамазанның артықшылығы саналы түрде тамақтануға үйретеді. Ағза сусызданбауы үшін не істеу керек? Оразада ағзаның сусыздану қаупі бар. Суды күн батқаннан кейін ғана ішуге рұқсат болғандықтан, ораза ұстағанда су ішу арқылы қалыпқа келтіре алмаймыз. Сондықтан күн батқаннан таң атқанша 1,5-2 литр су ішкен жөн. Тәтті сусындар, компот емес, тұрақты түрде сағат сайын таза су ішу керек. Ағзаны нәрлі сорпа секілді сұйықтықтың басқа да көздерімен толықтыруға болады. Рамазан айында қалай тамақтанған жөн? Бірінші кезекте сумен, құрмамен ауыз ашуға кеңес береді мамандар. Содан кейін бірден тамақтанбай, ағзаның бейімделуі үшін тағы 15 минут шыдауыңыз керек. Құнарлы тамақтарды көп тұтынып, нашарлауға шөлдеуге әкелетін тамақтардан бас тартуды ұсынады. Ауыз ашқаннан кейін ыстық тамақ алдында салат жеген жөн. Зәйтүн майын қосса, салат қанық бола түседі. Күн батқаннан кейін кемінде 2 рет тамақтануға тырысыңыз. Ауыз ашар, жүрек жалғау сәресін ішу деп 3 рет тамақтануға болады. Әр ас ішкенде құрамында көкөніс болсын. Келесі сіздердің назарларыңызға диетологтың дұрыс тамақтануға қатысты 5 кеңесін ұсынамыз. Сәресін өткізіп алмау. Таңертең 1 сағат бұрын оянып, міндетті түрде тамақтану керек. Жұмыртқа, жаңғақтар, сорпа, ірімшік секілді ақуыздар мен майлар бар өнімдер қанығуды ұзартады. Тәттілерді, ақ нан, өте майлы тағамдарды тұтынбауға кеңес береді. Олар керісінше тәбетті ашады. Тойып тамақтанбау. Адам ашыққанда тәрілке толы тамақтың бәрін жеп тауыса алмайды. Ораза кезінде адамның асқазан кішірейеді, соған сай аз тамақтанады. Ал қалған тамақты босқа тастауға тура келеді. Тәрелкеге өзіңіз жей алатынды ғана салыңыз. Тағы керек болса, үстіне қосасыз. Суды көп ішу. Өзіңді де, күшіңді де аямай қозғалу. Қозғалу арқылы энергия келеді. Қасиетті айда түскі 3-ке дейін ұйықтап, кешке ауыз ашу дұрыс емес. Белсенді болсаңыз, ораза ұстауға күште, ынта да болады. Шөлдететін, тәбет шақыратын, қышқыл тұзды тәтті қуырылған тағамдардан бас тарту. Бүгінгі ораза айындағы кеңестер осымен тәмам. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп, келесі жаңа видеодан қалыс қалмау үшін міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар. Оразаларыңыз қабыл болсын.